Сәлем филмейкер, бүгінгі видеода фотоның түрлерін бірге үйренетін боламыз. Ал кеттік. You want some more of this, bitch? Back in the easy, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me I'm supper. just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. Дәл жаңағы видео үшін кешірім сұраймыз, достар, ал біз жалғастырамыз. Фото түсірместен алдын біз не істеу керекпіз? Фото түсірместен алдын біз идеямен шығу керекпіз. Біз не түсіретінімізді, не қалайтынымызды біліп шығу керекпіз. Бірінші бізге идеяны қайдан аламыз десек, Pinterest'тен аламыз, жақсы блогерлерден аламыз. Не істейміз? Градика, художник деген нәрсені осында қолданамыз. Фотолар нормальны ма? Жайлап өзіміздікіне келтіріп аламыз да, идеяны аламыз. Қазір біз басынан аяғына дейін қандай фото жасауға болады, соны көрсетеміз. Құрметті филмейкер, бұл жерде ескеретін жайт, түгел бастан аяқ алған кезде сенің басың немесе аяғың қиылып қалмауы керек. Ато білесіздер ғой, это тупость. Қатты қиылмау керек деп түгел үстін және астын бос пространство қалдыруға болмайды. Бұл жерде сіз онда бірдеңе екпейсіз. Сондықтан да фотоңыз эпично шығу үшін барлық жағдайды осы жерде қарастырасыз. Келесі фото түрі бізде бұл портретный фото деп аталады. Яғни белден басқа дейінгі көрініс. Бұл әдетте телефондардың өзінде болады. Ал егер болмаса, обработкаға салып, фете салуға болады. Артын размытый қылып. Бұл жерде ескеретін жайт, модель әдемі болу керек, локация тоже әдемі болу керек. Филмейкерлер, біз фотоларды түсіріп болдық, ар жақтағы лесқа барып, ал енді ол фотоларды қалай обработкаға саламыз, соны үйренетін боламыз. Ең бірінші, обработканың атасы, дядька телефонның атасы, бұл Lightroom. Осыны қолдансаңыз, анда пресеті деген бар, бүкілі бар, жетеді. Қазір соны көрсетіп боламын. Бізге Lightroom деген приложение керек болады. Кейін телеграмға кіріп, пресеті деген каналға тіркелсеңіз, түрлі пресеттің түрлерін скачать етіп аласыз. Үстінен басып тұрып, еще дегенді басып, біз копировать в Lightroom деген батырманды басып, Lightroomға сразу өтіп кетеміз. Пресетті жүктегеннен кейін туана бұрыштағы 3 нүктені басып, создать стиль дегенді басамыз. Сосын біз оған атау беру керекпіз. Мысалы, көріп тұрғаныңыздай менде көптеген пресеттер бар. Біз именно фотоға жатып тұрған пресетті таңдап алуымыз керек. Мысалы, маған Лондон ұнап тұр. Әбден пресетті фотоға жатқызу үшін біз мына тұрған ползуноктардың барлығын бит әйтеуір көруіміз керек. Метод тыканиямен түгел бәрін жатқызып шығарып алуға болады. Сосын нормально болғаннан кейін біз оны экспорт жасап шығарып ала қоямыз. Құрметті филмейкер, жаным, құрметтім, мынаны есте сақта. Фотода правила жоқ. Сен любой жерден түсір, астынан түсір, үстінен түсір. Даже мен қиюға болмайды дедім, қиып таста. Бәрін істе. Маңыздысы результат. Сондықтан да на результат жұмыс істеңіздер. Правила, қатып қойған правила жоқ. Просто бұл жай ғана теория, сондықтан да практикаға келтіріп, өздеріңіз келтіріп аласыздар. Давайте. Cold in my kingdom size, fell for these ocean